Ассалаумағалейкум жігіттер. Менің атым Аян. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз жерде қалай екі қолмен тұруды үйрететін боламын. Олай болса, кеттік. Достар, бұл жерде екі қолмен тұруды оңай деп ойласаңыздар, онда сөз жоқ, сіздер рухани батырсыздар. Бұл шынымен де оп-оңай, тек үйренуге кіріссеңіздер, міндетті түрде нәтиже көресіздер. Ал сіздерге қазір бұны үйренудің бір-екі фишкасын және де әдістерін көрсететін болам. Ал сіздер мұқият қарап, зер салып отырыңыздар. Достар, бұл ең бірінші әдіс. Сіздер осылайша, попытка. Азанда болсын, түсте болсын, кешке болсын, түнде болсын. Сіз бұны тоқтаусыз түрде осылай қайталап тұруларыңыз керек. Және де осылай істей берген соң, бір аптаның ішінде мынадай нәтиже көресіздер. Оны қазір көресіздер. Сіздер осылай тұрасыздар, бірақ өкінішке орай ұзақ тұра алмайсыздар. Бірақ кем дегенде 5-10 секунд тұра аласыздар. 1 минут тұра алмайсыздар әзір. Бір аптаның ішінде сіздер осылай қайысып 5 секунд немесе 10 секунд тұра аласыздар. Бұның өзі нәтиже, достар. Жарайды, сіз бір аптада тұрдық дейік. Жарайсыз, молодец. Сөз жоқ, красавчик. Бір аптада тұрдыңыз, бірақ әлі толық емес деп айттым жаңа. Сіз бұнымен тоқтап қалмай, әрі қарай жалғастыратын боласыз. Яғни ол әрі қарай жалғастыру үшін сіздерге оңай жолдарын, фишкаларын айтып кетемін деп уәде бердім. Және сол қазір фишкаларын дәл қазір айтатын боламын. Зер салып, мұқият қарап отырыңыздар. Сіз жерде екі қолмен тұрған кезде, яғни екі қолмен тұрасыз ғой. Сол кезде тепе-теңдікті ойламаңыз. Тепе-теңдікті ойлаңыз, бірақ мынаны ойлаңыз. Жермеге тұрған кезде екі қолыңыздың күшін барынша қосыңыз. Яғни екі қолдың күшін барынша қосыңыз. Сол кезде сіз нақты тұратын боласыз. Ал егер сіз алға қарай ауып баратқан кезде, яғни қазір көрсетем. Міне достар, осылай алға ауып баратқан кезде оны қалай ұстайтын боламыз, яғни өзімізді қалай тепе-тең сақтаймыз. Ол үшін сіздерге мынау саусақтардың көмегі керек болады. Яғни саусақтарында күшін іске қосасыз. Оны қазір көрсететін боламын. Міне жақсылап қараңыздар достар. Сіздер яғни жерде екі қолмен тұрған кезде саусақтарда жерде тұрады ғой, дұрыс па? Яғни осы жерде тұрған кезде, алға ауып баратқан кезде, мынау саусақты дәл осылай бүгесіздер. Яғни бүккен кезде ол саусағыңыздың күшіңізді, яғни саусақтың күші де автоматически өзі іске қосылады. Яғни өзіңізде осылай істеген кезде автоматически түсініп алатын боласыздар. Яғни мен қазір тұрамын, сіздерге көрсетем, қараңыздар. Мінекей тұрдым. Міне қараңыздар, алға ауып баратқан кезде саусақтың күшін қосып отырмын, жыбырлатып отырмын, көрдіңіздер? Өйткені мен алға ауып баратырмын. Өзімді мына жаққа қарай алмау үшін саусақтың күшін қостым, қараңыздар. Мінекей.
Ал егер саусақты жіберсем кеттім. Короче, мінекей достар, егер түсінсеңіздер, лайк басып отырыңыздар. Бұның бәрі сіздер үшін. Жігіттер жаңағы видеода көрінбей қалды, екінші саусағым, яғни екінші қолым, короче, маяқтап қойып қалдым, тағы көрсетіп жіберейін. Мінекей, дәл осылай саусақты қайыстырасыздар, мінекей былайша. Сол кезде алға мына жаққа қарай алмайсыздар, былайша тағы қайталап айтадым. Опа, мінекей, міне алға алып баратырмын. Бірақ саусақтың күші кәдімгідей көмектесіп жатыр ма? Баса жоқ. Ал енді қараңыздар, жібердім. Бірақ жіберсем де қараңыздар, саусақ по-любому автоматически кетіп жатыр ше. Ал енді қолданбадым, кетті міне. Бірақ бұндай жағдайда сіздерге мостик, яғни мостикке тұратын болсаңыздар, мостик құтқаратын болады. А что, так можно было, что ли? Я достар, мынаны мен не үшін қойдым? Оны қазір білетін боласыздар. Яғни достар, сіздердің араларыңызда демек қойын, сіздер яғни үйрену кезінде жерге артпен, яғни арқаларыңызбен міндетті түрде, яғни полигон құлайтын боласыздар. Яғни полигон құлайсыздар достар. Сол үшін сіздерге тағы бір осындай көмек ретінде фишкасын айтып жатырмын. Осындай астыларыңызға, арттарыңызға жұмсақ көрпе немесе білмеймін әйтеуір бір жұмсақ нәрсе қойып қойғаныңыз керек. Сол кезде арқаларыңыз ауырмайтын болады. Міне оны былай көрсетем. Мысалы сіздер қазір үйреніп жатырсыздар дейік. Мінекей, үйреніп жатырсыздар, құлағыңыздар. Мынау құтқарып қалды достар. Жалпы достар, бұның бәрін қорытындылай келе, сіздерге тек қайталау керек достар. Ең басты әдісі осы достар. Ең басты фишка әдіс. Короче, қайталау достар. Только қайталау керек. Орыстар айтады, попытка, только попытка деп айтады. Сол сияқты бізде қайталаймыз. Осыны естеріңізге жақсылап қондырғаныздар достар. Негізі кез келген затты қайталау арқылы үйренуге болады. Және де осындай менің жаңағыдай әдістерімді, фишкаларды көрдіңіздер. Ол да сіздерге 100%-тің 40% ғана көмектеседі, ал қалған 60% қайталау достар. Достар, көп сөйлеп кеттім. Жалпы сіздердің бұны үйренулеріңізге 10% емес, қайда 10%, 10 миллиард пайыз кепілдік беремін. Сіз бұны үйренесіз. Тек әрекетке басыңыз. Сонымен достар, бұл туториал аяқталды. Егер де сұрақтарыңыз болып жатса, астына пікір алғанына, яғни комментарияға өздеріңіз сұрақтарыңызды, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Мен оны міндетті түрде оқимын. Және де қызыл подписаться мәзірін басып, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Үшін сіздерден осындай қолдауларды ғана күтемін. Және де достарыңыз шақырыңыздар, достарыңыз да көрсін, үйренсін, білсін. Короче, мен видеоларым пайдалы болса, лайк басып, және де жаңа айтқанда істеп кетіңіздер. Давайте келесі видеода кездескенше, қош, сау болыңыздар. Steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping.